Сәлем жақсыларым, бүгін балақайға асқабақтан дайындалатын дәмді печеньенің рецебін ұсынатын боламын. Алдымен асқабақты бөліктерге бөліп, қабығын ашып, жақсылап жуып аламыз. Мантабарканың ыдысына салып, буға пісіріп аламыз. Асқабақтың піскендігін шанышқымен тексереміз. Піскен асқабақты шанышқымен езіп, жұмыртқа салып араластырамыз. Үстіне сұлы жармасын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды силиконды формаларға салып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Асқабақты печеньеміз дайын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Балақайға ас болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің Instagram парақшама тіркеліңіздер.